Әлемнің лидер басшыларын, президентлердің итибарын тартып, қызығушылық оятқан ислам цивилизация орайы. Құрылысы үшін 8 жылдан артық уақыт кеткен орай күні кеше 17 март күні рәсми түрде өз есіктерін ашты. Дерлік 10 гектар аймаққа жайласқан һәм имараттың улума пайдалану майданы 50 мың гектар квадрат метрді құрайтұғын бұл сирек ұшырасатұғын комплекс не үшін құрылды? Ислам цивилизация орайы жойбары тікелей Шавкат Мирзиёев басламасы менен 2018 жылда Ташкент қаласында құрыла баслайды. Бұл жойбар Өзбекстанның бай ислам илми мирасын тікілеу һәм оны бүткіл дүнияға көрсету идеясына тикарланған. Бүгінгі күнге шекем түрлі мемлекетлерде, музейлерде сақланып атырған ата-бабаларымыздың мираслары, тарихымызға тиесілі экспонатлар мемлекетлерге қайтарылып, айны ұсы орайда сақланып, жаңа халықаралық ilmi экспедициялар һәм ilmi орайлар шөкілместіріледі. Бұл жер жамы 5 бөлімнен ібарат болып, Өзбекстанда исламға шекемгі дәуір 1-ші һәм 2-ші Ренессанс һәм жаңа Өзбекстан 3-ші Ренессанс Тикара сияқлы экспедиция заллары бар. Орайдың Тикарғы залы мұқаддес Құран залы. Бұл жерде хаттекі Каба есігінің жабуы бар болып, ол Саудия Арабстаны патшалығы тарапынан ислам цивилизация орайына инам етілген. Сондай-ақ түрлі дәуірге тиесілі бейбақа Құран қолжазбаларда осы жерде жәмленген. Бұнан тысқары күні кеше президент Шавкат Мирзиёев орайменен жақыннан танысып, бұл жерге келген меймандар менен біргелікте ифтарлық қылды. Ислам цивилизация орайына қашаннан баслап оталасларымыз баруы мүмкінлігі кіртілуі бойынша жақын арада толық мағлұмат беріп барамыз.